Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, құрметті көрермендер. Бахар Лайф каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен талқылайын деп отырған тақырыбымыз баланың шкафында қандай заттар болу керек. Енді сіздерге басынан бастап айтатын болсақ, біз баланы бастан дегендей баланы кішкентай кезінен бастап дербестікке үйреткеніміз дұрыс деп ойлаймын. Бала өзіне өзі қызмет көрсете білу керек. Ол кішкентай бала болса да, ол өз атына өзі тиянақты болғаны дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, қолынан келмей жатқан болса, біз міндетті түрде тәрбиешілер көмек береді ғой. Сондықтан да бала кішкентай кезінен өз атына өзі қарап, өзі шкафын, мысалы, қол жетіп тұрған бала болса, өз шкафын өзі ашып, киімдерін, керек киімін алып, керек киімін салып, сондай тиянақты болған дұрыс деп ойлаймын балаға. Ол кішкентай кезден үйренсе, ертең болашақта өзіне өте ыңғайлы болады. Мектепке барған кезде де өте тез, ширақ, тез дамитын бала болады. Сондықтан кішкентай кезінен сіздерге осындай кеңес беретін едім. Ал енді тақырыпқа көшетін болсақ, баланың шкафында не болу керек? Әрине, біріншіден бізде баланың ауыстыратын киімі болу керек. Ол баланың жасына қарамайды. Ол бала кішкентай бала, ол кіші топ болсын, ортанша топ, ересек топ болса да, ол бала болғаннан кейін баланың ауыстыратын киімі міндетті түрде болу керек. Ол деп отырғанымыз, яғни баланың майкасы, трусигі, өздерінің және қыз балалардың көйлектері, шорты, штанишкалар, мысалы, сақ қойсаңыздар өте жақсы. Сондай киімдер ауыстыратын міндетті түрде болсын. Екіншіден ауыстыратын аяқ киімі, балабақшаға киюге рұқсат берілген аяқ киім, яғни ол деп отырғанымыз, яғни сандалик. Сандаликке келіп тоқталсақ, сандалик ол баланың аяғына өте ыңғайлы, өте жеңіл киінетін, өзінің размерінде болған дұрыс деп ойлаймын. Сіздер балаға өседі-ау деген мақсатта балаға үлкен размер аяқ киім алып қоймаңыздар. Размер өзінің аяғына дәл болу керек. Және балаға жүргенде ыңғайсыздық туғызбау керек. Ол бала, мысалы, сапта тұрғанда, ойнағанда, секіргенде, ол балаға ыңғайсыздық туындап құлап қалуы мүмкін, аяқ шалынып қалуы мүмкін. Сондықтан өзіне дәл келетін аяқ киім алыңыздар. Ол бізге де кигізгенге де өте ыңғайлы болады. Үшіншіден, баланың шкафында болу керек, ол спорт киімі болу керек. Яғни ол деп отырғанымыз, әр балабақшанікі әртүрлі шығар мүмкін. Ақ футболка мен қара шорты, ол барлық балада болу керек шкафында. Және оған қоса чешкелер болу керек. Ақ чешки болсын, қара чешки болсын, енді ол тәрбиешілеріңіздің айтуына қарай өздеріңіз әкелесіздер ғой. Ол чешки дегеніміз, ол тек қана дене шынықтыру сабағында ғана емес, яғни сіздер оны музыкаға барғанда да өте қажет болады ол сіздерге. Мысалы, әртүрлі шаралар ұйымдастырған кезде чешкидің өте қажет болады. Үшіншіден айттым. Төртіншіден, қыз балалардың шкафында көбіне ата-аналар тарақ сақ қойғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Тарақты салафанчикке салып, тарағын сақ қойыңыздар. Ата-аналар асығыста таңертең жұмысқа баратқан кезде баланың шашын тарап, тез-тез жинастырып кеткенге өздеріңізге ыңғайлы болады. Бұлай жинай салғаннан гөрі сіздер тарақпен тараған өте ыңғайлы болады деп ойлаймын. Өте әдемі көрінеді де, тиянақты. Сондықтан тарағын сақ қойғандарыңыз дұрыс. Бесіншіден, баланың қол орамалы болған дұрыс. Кішкентай қол орамалын қалтасына сақ қойсаңыздар. Қалтасы жоқ болса, шкафчигіне сақ қойыңыздар. Тіпті сырт киім курткасының қалтасына сақ қойсаңыздар да болады. Қол орамал болған дұрыс деп ойлаймын олда да. Енді болады, кейбір ата-аналар шкафына влажный салфетка сақ қояды. Ол да бір жағынан дұрыс, ол қате нәрсе емес. Влажный салфетка, мысалы, сіз таңертең баланы жылап көнбегеннен кейін алып келетін кезде, мысалы, кәмпитін беріп алып келеді бір ата-аналар алдап, шоколадын беріп, сондықтан бала оны жегеннен кейін баланың үсті басы, қолы, аузы бәрі бұлғанады. Сондай кезде сүртіп, жақсылап баланы тиянақты, таза группаға жібергендеріңіз өте дұрыс деп ойлаймын. Және де айта кететін мәселе, баланың шкафында қандай зат салуға болмайды деген тақырып.
қандай зат салуға болмайды. Мысалы, баланың шкафында тәтті салуға мүлдем болмайды. Кәмпит, печенье болсын, әртүрлі тәттілер мүлде салуға болмайды. Және де жеміс жидек салмаңыздар, сок, йогурт деген заттар мүлде шкафында баланың болмаған дұрыс деп ойлаймын. Ол бұзылып кетеді, ол қалтасында тұрып қалады, киімдеріне жабысып қалатын заттар болады. Сондықтан ондай заттар салмаңыздар. Шкафта тек қана балаға ең қажетті заттар ғана тұру керек. Киімді әкелгенде де мүлдем көп қылдырып үйіп әкеліп тастамаңыздар. Ол да ыңғайсыздық туындырады. Бір киімді алам деген кезде баланың мысалы бетіне қалған киімдері құлап түсуі мүмкін. Сондықтан көп киім толтырып үйіп әкеліп тастауға ол да бір жағынан керек емес деп ойлаймын. Қажетті киімдерін әкеліп қойсаңыздар болады. Және де сосын кейін баланың шкафында дәрі болмасын, дәрі, таблетка, ондай заттар салмай ақ қойыңыздар. Ол біздің балабақшада оның керек қажет кезде ол дәрілердің барлығы, витаминдер барлығы өзінің уақытында керек кезде барлығы беріледі. Бізде өзіміздің медбикеміз бар, оның бәрін қадағалайды. Оған уайымдамаңыздар. Сондықтан дәрі деген заттар мүлдем болмасын баланың шкафында. Тек қана өзіне қажетті ғана заттар тұрған дұрыс деп ойлаймын. Мен сіздерге қажетті болады деген барлық заттарды айттым деп ойлаймын. Егер менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, жылы лебіздеріңізді білдіріп, каналыма тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк қойып, комментарий жазыңыздар. Менің каналымды тыңдап, назар салғандарыңызға көп рахмет. Сау сәлемет болыңыздар.